Всем привет, сегодня с вами Найзадай подкаст, спешл. У нас сегодня в гостях претендент на титул в весе 70 килограмм Рустем Худайберген и редактор Спорткор Олжас Салыков. Салам алейкум. Как дела, Рустем? Аллах шүкір, жақсы бәрі. Аман-есен. Өздерің қалайсыңдар? Че, все хорошо. Сегодня у нас такой спонтанный подкаст. Получается, что, как твоя подготовка? Дайындық бәрі жақсы, Аллаха шүкір. Короче, бойға серьезно настроен заряжен ғой. Прям полноценно. Вообще, ты обрадовался, когда тебе дали такую возможность подраться за титул? Долго ли ты думал? Джо, мен вообще здесь долго не думал. Мне позвонили утром. Я сразу, там полчаса, по-моему, подумал. Угу. И сразу ответил, короче. Я өзім дайын болдым, сразу айттым, негізі төбелесуге. Бірақ тренермен кішкене ақылдасу керек болды да. Сол үшін кішкене уақыт алдым, мен тренермен хабарласып айтайын осы жаңалық. Тренерім айттым, давай смело, возможность. И бұл мен үшін өте үлкен возможность болып тұр, мүмкіндік. И бұл мен негізі Донченкомен баяғыдан төбелескім келіп жүрген. И за пояс. Вдвойне приятно. Иә. Прям өзім андай. Болды бір детский бір ощущение, короче, қатты қуандым. Рас. Дайындығың өзгерді ма? Түсінбедім. Дайындығың қазір өзгерді ма? Енді дайындық өзгереді, по-любому өзгереді. И дайындық енді бұл жақта, Алла қаласа, Таразда Ермек Тұлауов деген ағамыз бар өзіміздің. Енді ол бүкіл Қазақстан, СНГ таниды ол кісін. Сол кісі Алла қаласа көмектеседі, енді 2 апта бойы сол Донченкоға қарсы жекпе-жекте. Изначально сіз бұл турнирге дайындалдыңыз, сопернигіңіз кім болды изначально? Изначально болғанда бұл турнирге, шын айтайын, мен бұл турнирге маған соперник берген жоқ пока. Осында. Просто 2 вариант бар деді. Сонымен мен давай дедім смело. Сонымен күтіп жүрдім ғой. Сонымен осы 2-3 күн бұрын айтты Донченконы. Что там деп. Дайынмын дедім смело. Қазір дайындығың Таразда. Иә, Таразда дайындығым бәрі. Бірақ сен Триумф Файтса бастадың, иә, өзінің былай карьералық жолың? Жоқ, мен негізі өзім 2019-да Астанада бастадым, негізі Төбетте. Соқта вообще спортқа негізі түк қатысым жоқ, соққа барып, андай 57 килограмм балдардан там балуға қатысып ұтылып сөйтіп жүрген негізі соқта. Сөйтіп соқта дайындалып жүріп, кейін Таразға келдім. Таразда атынан шығайын, Таразда осындай ММА, сондай октагонда, жаңа клеткада төбелесуді дамытайын деп, сонда оймен Таразға ауысып келдім. Таразда атын шығарайын деп, өзім Таразда туылып өскеннен кейін. И сосын Таразда өзім бірінші тренерім Серік Тілекеев деген кісі. Спортқа, получается, случайно келдің? Случайно болғанда негізі өзім баяғыда ойда жүрген негізі. Жас кезден, кішкентай кезден өзім ойлап, Федор Емельянканың бойларын көріп жүрдік қой постоянно. 2011-2012 как раз мектеп бітірген жылдар. Содан маса көріп жүрдім, сонымен біраз ойланып жүрдім. Андай Алматы келіп, андай подпольный бойларда төбелесіп көрейін ба деген ойлар болды. Бірақ андай выход болмады, ешкім танымаймын, спортсмендер танымаймын. Сөйтіп өзім қарапайым семья, қарапайым балдар. Сөйтіп жүріп Таразда сондай қарапайым ортада өскеннен кейін спортсмендерді көп тани білмедім. Сөйтіп жүріп бір күн өзім ойландым, короче. Жай көшеде жүгіріп бастадым, жай өзім шынықтырып. Сонда жасың нешеде болды? Ол кезде ма? Аха. Былай жүгіріп бастаған кезде. Өтірік айтпай қойған бір 24-25 жаста. Ол кезде мен чисто былай, өз-өзімді базаң ешқандай жоқ. Жоқ, ешқандай база жоқ. Сөйтіп 2019-да, сол кездерде жаңағы неге бардым, Төбет топ-темға бардым, Диасаға орда бастадым. Одан кейін барып, 3 ай ма 2 ай жүрдім, соқта қатысып, қыстың күндері. Любительдермен ме или профессионалдар? Жоқ, кәдімгі профтармен, ол кезде Сабит Жүсіп бар етін, Коля Самс деген, сосын Аян деген Муайтай. Сондай балдар бар етін, жақсы, топовый балдар бар етін ол кезде. Ол кезде олар уже топ етін ол кезде. Мен жаңадан кейін новичоктың соңыра қарап, сонымен суретке түсіп, Инстаграм подписаться етіп, сөйтіп жүретін. Sonra қарап қызығып, негізі, олар бой төбелес, жекпе-жек, сондай шығатын. Сосын Таразға келдім, Таразда жай бастадым, любительскийде. Чемпионат облыс болды бізде Таразда.
сол кезде шықтым. Сол кезден бастап уже андай бойға шығам, уже бойдың жекпе-жектің бірінші минутында сонда да уже нокаут, технический нокаут, короче. Сол кезден бастап былай көзге түсе бастадым. И чемпионат облыста енді айтар бір екінші орын ақ болдым, короче. Екінші орын, үшінші орын ақ болдым, иә, 2019-да. Сосын чемпионат Қазақстанға енді бара алмайсың ғой, үшінші орын болып. Бұл қандай дисциплина болды? Бұяқта уже ММА ғой, иә. МФ па, қандай? имаф. Содан болды. И үшінші орын ақ болдым. И сосын бірінші орын алған бала маған келді, айтты, Рүстем деді, сен бірінші орынға ты заслуживаешь деп айтты. Енді орысша сөйлейді. Енді сен лайықтысың бірінші орынға. Жарысқа Қазақстанға сен бар деді. Сөйтіп айттым, рахмет дедім. Бірақ енді көріп тұр, негізі бұл бойда сен алдың бірінші орын деп тұр да. Айттым, рахмет дедім. Сонымен 2019-да Алматыда болды, чемпионат Қазақстан, имафтан. Сол кезде келдім. Ол кезде Наймат Асадов деген бала болған. Ол енді Қазақстанда танымал бала, негізі ММА-дан, любительскийдан, ол брат чемпион Азия, мықты грэплер. Ол кезде Қарағандының атына шығып жүрген. Бірінші бой сонымен қояды. Менде дым опыт жоқ, уже 2 айма қатысқам ММА-ға. И сол кіммен жаңағы Наймат Асадовпен шықтым бірінші бой. Ұрып нормально, үстінен добивать етіп ұрыватқан кезде треугольникке түсіп қалдым. Бірінші Джейн Сойерде болды, любительскийде. Сосын қайтып 2020-да тағы ол кезде өзім чемпион болып, облыстан сөйтіп келіп, қайтып жарысқа бардым. Ол кезде тоже Алматыда болды, Алматы аренада болды. Жоқ, неде болды? Алексеевка деген жақта бар ғой. Жаңадай олимпийский спорттар дайындайды, сондай. Сол жақта болды. Сол жақта шықтым жарысқа, 3-ші орын алдым. Қайтадан Найматқа треугольник болып қалдым. Қайтадан 2-ші рет Найматқа. Бірақ жақсы жекпе-жек болды. Ол кезде де бірінші жекпе-жектен бастап нокаутпен Наймат келіп қарап тұрады, шығам, 1,5 минут шығам, 2-ші раундтың соңында досрочный нокаутер, глухой нокаутер жасап сөйтіп. И постоянно жаңағы Наймат екеуміз бір-біріміздің бойымыз қарап жүрдік. Ол мен келіп көріп кетеді, мен ол көріп кетемін, екеуміз бір сеткада. И ол менің сеткамда жақсы мықты балдар болды. Бұрынғы чемпион Азия, чемпион Қазақстан сынды мықты балдар болды. 2018-дің чемпиондары. Солармен төбелесіп, ол кезде опыт асалбай жоқ, сөйтіп 3-ші орын ақ болдым. Ол кезде аяғымда травма болды, төбелескен кезде. Полноценно төбелесе алмадым. И сосын 2021-де профта дебют жасадым ғой. Шымкентте Тұран FC деген соның ең бірінші несінде профта дебют жасадым. Ол кезде өзбек, тоже бір өзбек баламен шықтым. Атын ұмытып қалдым оны. Тоже дэу. Прямо анда мощный быковой дейді. 70 килограмм. Ол кезде мен өзім салмам 74 сондай. 70 килограмм ашқам. Ана мен бой ұзын 1,83 па, 84 па сондай. Тоже онда бірінші раундта 1,5 минутта соны досрочка жеңіп. Сөйтіп. Қазір менде сондай сұрақ туындап тұр. Сен 25-те любительге келдің, сосын любительмен 2 жыл айналысып, сосын профқа көштің. И вот саған ММА ол не берет? Для чего ты дерешься? За деньги или чтобы себя реализовать? Почему ты выбрал именно вид, почему ты именно выбрал спортивную линию? Это қызық сұрақ болып тұр. Енді бұл жерде ММА енді өзіме ұнайтын спорт негізі. Шынында өзіме ұнайды, маған төбелеске ұнайды, сондай. Енді көшеде шығып, енді бұрын баяда Таразда енді өзі сондай қала ғой. Шығасың көшеде ерегісіп қаласың, біреумен төбелесіп қаласың, ұрып жүресің, короче. Енді больницаға түсіп қалады, не істеп қалады, кішкене сөйтіп 1-2 баланы ұрып, сөйтіп реанимациядан больницадан шығарып қойып, сөйтіп кейін қорықтым, короче. Бесплатно ұрып. Бір күн біреуді сөйтіп жүріп өлдіріп қойсаң та Алла сақтасын, бірақ. И сосын бір случай болған, енді біреумен ерегісіп, өзі құтырып маған. И тесіп маған сөйтіп не қылып, сонымен сол қолмен ұрам. И прям құлайды ғой жерге, короче. И сонымен судорог ұстап, өзім ана тілін ұстап, не істеп, оятылап, больницаға апарып, сөйтіп бір қанша? Бір реанимацияда жатты, 15 күн больницада жатты, короче. Баспен ма, получается? Мен ұрам, и ол жерге баспен олайды. И ана что-то нереально болып кетті. Қорқынышты ма? И сонымен, енді оны танимын ол баланы.
И содан кейін бастап уже өзім көшеде төбелеспеймін деп шештім. Ешкімді ұрмаймын деп. Мен бала болған соң кезде мектеп оқисың, сондай кездер ғой. Сөйтіп жүрдім, содан кейін төбелеспедім, бірақ енді по-любому өзім кіші жүз болған. Кішкене төбелеске тартып ол жерде. Горячая кровь, да? Сондай болып тұр ғой. И бұл спортқа келген мен қазір дамып жатыр, не істеп жатыр, өзім мақсатым бар негізі бұл спортта да. Өзім бұл спортқа келген Алашбайды бастан көріп жүрдік, баяғыда біраз біздің ағаларымыз төбелесіп жүрді, біраз мықты кісілер, соларды көріп өстік қой. И Алашбайды негізі өзім былай Алашбайдың формасына қызығып сөйтіп келген негізі бұл спортқа шыны керек. Алашбайдың формасы алғанда сөйтіп Аллах қалауымен 2023-те Алашбайдың чемпионы болдым. Астанада төбелесіп поясқан Дагестанецпен. Сол и тоже кейін найзан поясын көрдім. Өзіміздің Ақтөбе балалар, Нұрбек Абдрахманов, Альби Ыдырыс, солар каждый бойда пояс отып, не істеп, найзан поясын отып маған мықты, керемет. Енді настрой Аллах қаласа, маған енді үлкен мүмкіндік беріліп тұр. Бұйырса, бұл шансты, бұл мүмкіндік жермеймін. Барым салам, найзан поясын алу үшін, Аллах қаласа. Сол найза, сосын ары қарай кете береміз, иншалла. Сонда сіз карьераңызды бастаған кезде қолыңызда динамит бар екен түсіндіңіз ба, или қалай болды ол? Или ағайларыңыз айтты ма, жалғастыр деп? Қалай карьераны жалғастыр деп? Енді карьераңыз бастағанда ағайларыңыз не айтты сізге, сенің қолыңда удар жақсы деп? Ой, ол каждый тренировкада, спаррингте солай біліп сөйтіп көріп айтты ғой. Сен жақсы ударниксің, жақсы ударниксің, саған дальше больше заниматься ету керек, жақсылап дайындалу керек. Енді бір кездер болған, мен бұл төбелесті қоямын деген моменттер де болған. Сол кезде или жұмысқа кіремін, там сол бір аяқ, короче, сонда бұл қоямын деп ойлаған кездерде болды. Енді сол кезде тренерім айтты, Рүстем, сен болашағың бар, сен өзің болашағыңа, бұл спортта үлкен болашағың бар, бұл спортта енді өзің жақсы төбелесесің, енді мағандай мотивация, жақсы мотивация береді, сен сияқты ешкім төбелесе алмайды, сен действительно воинсың, мықты төбелесесің, сондай. Сөйтіп ағайым көрші тренерім сөйтіп шында жерді. Сосын қайттан ойландым, негізі сол бір документ жинап жүргем, болды, сол бір болғаным короче. Сөйтіп айтты, өзің болашағыңа бұл спортта балта шапа, дальше заниматься ет, еңбек ет, дайындал, алға қойған мақсаттарың бар, мен білемін деп алдында ағайға айтқам өзім, ағай, либо Беллатордың сондай поясын болмаса UFC-ге барайық депші, сонда мақсат қойғанбыз негіз. Сонымен мен қоям деген кезде, жұмысқа кірем деген кезде аға айтқан, Рүстем, Беллатордың поясы алға қойған мақсаттар қайда, жотам деп. И сонымен қайта өз-өзім жігерлеп, шындап, қайттан сондай жұмыс, анау ойдың бәрін алып тастадым, қайттан тренировка жасап, дайындалдым. Сол Беллаторда немесе UFC сіз төбелескіңіз келетін бір адам бар ма? Боец ба? Бар. Беллаторда қазір особо қатты көрмеймін, бірақ уақытта да мықты боецтар бар, жақсы, действительно жекпе-жектер көрсететін. Ал UFC-де мен төбелескім келетін, Гейджи бар ғой, солармен, Чендлер бар, біраз 70 килограммда біраз мықты боецтар бар UFC-де. Енді бәрі баратса уақытта топ боецтарды бермейді, по-любому жай. Бірақ солармен төбелескім келеді. Пари, Гейджи, сонда мықтанда стойкада, прям қан болып төбелесетін. Заруба, анау Хукер деген боецтар бар ғой. Сонда Заруба. Енді Донченкода солардың бірі ғой, примерно Донченкода жақсы, ол бала мықты. Енді сондай прям керемет жекпе-жек болады деп айта аламын, бұйырса. Стойкада ма? Стойкада болады. Ол күресіп кетпесе. Енді бәрі мен шынымды айтайын, Абу-Дабиде тоже UAE Warriors'та екінші төбелескен кезде мен сопернигім вообще стойкада төбелесетін боец еді. Тайквандист, уши сандист сондай едім. Чисто стойкада. Оның бойларын бәрін көріп шықтым. Неде төбелескен бүкіл жекпе-жегін бәрін стойкада жеңген. И любительскийде 32-ден 0 ма сондай болған, аш ұтылмаған. Сонда мықты боец. Өз Таджикстандікі, бірақ Иранда тұрады. Иран атына шығып жүрген бала, бірақ тажик. Сонда мықты. Сонымен төбелестім екінші бойда. Енді стойкада төбелесіп атық,
ойладым оны күреседі деп вообще күткен жоқпын одан ше, күрес вообще күткен жоқпын. Сөйтіп стойкада ұрып атам, бір кезде 1-2 удар тиеді, оған жақсы. И бір қарасам былай екі қолын ұстайды да, короче. Прям анда вольный борецтер бар, олимпийский борецтер бар, проход мощный, ана взрывной. Прям солай кіреді ғой, маған бір рет проход кіреді, короче, бір рет накрывать етем. Екінші рет кіреді, екінші тағы да сөйтіп шығып кетем, үшінші рет кіреді ғой, ағашында өзі не қылып, құлат тейкдаун алды. Кішкене қолдарым заебать етіп қалды менше. И сөйтіп артыма шығып қылқындырып тастады бірінші раундтың соңында. Сондай. Я хочу в этот момент, знаете, сказать, что Данил, он ожидает бой в стойке, жесткую рубку. Просто, наверное, Данил по-казахски не понимает. Хочу для него это спешл сказать, что, ну, в принципе, наверное, барлық адамдар қазір Алматыда келетін осы ойға по-любому ждут бой в стойке, жесткую зарубу. Подскажи, какой у тебя вообще, ты уже продумывал со своим тренером геймплан или какие-то наработки? Как вы вообще к этому бою подходите сейчас? Геймплан болғанда біз әлі оны ұйымдастырмадық. Жаңағы бұл бойды қабылдан 1-2 күн болды. Енді бүгін алғас таразға айтам. Сосын уже дальше больше қалған қанша 15 күн ба, 16 күн. Сол Донченкоға дайындаймыз. Геймплан. По-любому мен ағайда, өзінің ағайымда геймплан бар. Ол маған айтады. Ол жаңа соперник бойын көреді. Он бүкіл боецтарда өзінің бір әлсіз жерлері болады, слабый места дейді, сондай болады, зерттейді, көреді, айтады. И оның ударларын көреді, қандай ударлар жақсы жасайды, и соған контр жасайды тренер. Бойында көреміз, енді Аллах Донченко көреді ойында өзі. Соған контр жасады, өзі айтады, осылай, мынандай ударлар, соның бәрін атырап етеміз. Осы уақыт саған жете ма дайындыққа? Аз уақыт қой, мысалы. Жетеді, аз уақыт, бірақ жетеді маған. Маған ертең десе, ертең шығуға дайын. Мен прям заряжым болып тұрмын. Уже соңғы рет Найзада төбелестім 26 апрельде. Осы ана кіммен? Иван Данилов деген. Ол мықты бала, ол прям құламайтын бала. Құламайтын бала. Бірақ енді 2 рет құлады ғой. 2 рет құлады, тұрды, дайын жоқ. Мықты бала ол. Свежий. Сол кезде енді екінші раундта ол кезде саусағымды сындырып алдым. Саусақ болғаннан андай қолдырмын, қазір операция жасағам, шишка болып тұр ғой. Осы жер сонымен төбескен сындырып алдым. Сол бойда. Иә, сол бойда. Екінші раундта. Бірақ сезген жоқ, бірақ ұрған сайын ана қолым зың деп нервішім прямо ана жаныңа батады. Сондай, бірақ енді Аллах қалымы до конца төбелесіп шықтық. Сол бойда ғой, короче, Жұман сыртынан тұрып, кәдімгі саған подсказканы айғайлап. Естің ба сол уақытта? Естідім, Жұман айтқан бәрін естіп. Мен уже соңғы моменттерде уже прям сол Жұман айтқанмен жұмыс істеп жүрдім. Жұман көбірек бокспен айналысады, білет стойкада қалай соны айтып отты. Кейбір жерлерде өзім тупит еттім, короче. Білемін оған бәрін. Ол кезде де ораза болды, оразадан кейін маған 2 апта уақыт болды. Бұл жекпе-жекке салмақ қуу и дайындалу тоже тура осындай уақыттай болды примерно. И сол кезде оразадан кейін 2 апта салмақ қудым, поход дайындалдым ғой. А Жұманмен, получается, сендер тренировка жасадыңдар ма или қалай таныстыңдар? Жұманмен тренировка жасаған жоқпыз. Бай танимыз ғой, залдардан Алматыдан сборға келген кезде көріп тұрамыз Жұманды. Жұманды өзіміздің ағамыз ғой. Қазақ болсын, бүкіл қазаққа енді тем более спортсмен, бір-біріміз жақсы танимыз, араласамыз, жекпе-жек өткізіп жатса, жүрегіңмен ауырасың, ол ішінде шын жанкүйер ол. Айтпақшы, Жұман, өткен аптада нені жекпе-жекті көрдің ба, Жұман? Иә, көрдім. Қалай екен саған? Ол қиын айту, шынымен. Жұман жақсы ударлар өткізіп алды. Енді Жұман өзі опытный боец қой. Оған виднее, мен оған қазір ештеңке деп айта алмаймын. Жұман бүйту керек, сөйту керек деп, онда ақылды болып. Денсаулығы өзінікі өзі қарайды. Бірақ сол бойда 2 адамды ұйықтатты ғой, көрдің ба? 2 адамды ұйықтатты дейсің. Аха. Рефериді сосын соперникті. Иә, соперникті ұйықтатты, иә. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Хотел спросить у тебя, неге Таразда сонда бір көп спортсмендер жоқ, мысалы, Алматыда біраз залдар бар, мысалы, Дартим бар, Триумф бар, Сақ Про Тим бар, біраз залдар бар, бірақ сен
тренируешься все равно в Таразе, выбираешь Тараз, как бы там все равно, если брать спарринг-партнеров, да, в Алмате намного больше спарринг-партнеров. Как бы здесь, чтобы подготовиться, ты тут еще высокогорье, для твоего кардио намного лучше. Почему ты выбираешь именно Тараз как твой зал основной подготовки? Тараз, там тепло, там моя мама дейді. Тараз, өйткені Тараз неге Тараз? Енді Таразда мен командам бар. Гладиатор, өзіміздің клуб, өзіміздің залдың балдары бар. Енді білмеймін, бұл жақтың балдарына қараған кезде біздің Тараздың балдары кішкене пожестче да. Спаррингте де, любой тренировкада сен аямайды. Күресте де болсын, не болсын, сен аямайды. Ол жақта біздің балдар мықты негіз. Действительно мықты. Тараздың балдар мықты. Спаррингта да жестко жасайды. Өйткені и жақсы поддержка береді. Өзім командам, өзім бізде командада Рауан Бекболат бар, Шымыр, Темір ізде дейді бәрі, білетін шығарсыңдар. Сосын Мұқағали Несіпбай, Асхат Акимов бар, тағы Ермек Тұлауов өзіміздің ағамыз бар. Ол енді айттым, қазақ ММА-сының легендасы, аңыз адам ол кісі. Сол кісі бар, Женя бар, Таразда, біздің Тараздан. Женя қазір Алматыда өзі дайындалып жатыр. Бірақ сол кісілермен ақылдасып, солардан өздерін жаңа білгендерін, опыттарын айтып отырады. Солардың айтқандармен өзім тренерлерім бар, Дархан Аділбеков, Нұрсұлтан ағай. Сол кісілермен дайындалып, солай өткіземіз. Жекпе-жек Таразда дайындық жақсы өтеді. Мыняққа қарағанда Таразда жестко. Бірақ біз Алматыға сборға келген кезде біз өзіміздің командамызбен өзіміз дайындаламыз негізі. Былай төбет топтинге қайтып оралу деген ойлар жоқ па, или мына жаққа көшу, бір командамен мүмкін мына жаққа көшу деген ойлар жоқ па? Енді ойлар болған негіз, постоянно болып тұрады кейде ондай ойлар. Біреулер айтады, Дартимге де шақырған мен, Дартимға біздің командаға кел деп, жаңағы зарплата не қылып, жаңағы контрактпен. Келіскен жоқсың? Жоқ, енді басына ойландым, шынымен ойландым, өзім бір келіскенде болдым бар ғой, өзім бір енді қарадым да, енді жаңа клуб, жаңа мүмкіндіктер болатын шығар. Енді уақытта да көріп отырмын, Шафкат пен Асу Алмабаев өте жақсы, олардың деңгейлерде жақсы, қазір мықты. Қазақстанда емес, әлемде мықты болып тұр, әлемде мықты болып тұр. Өте керемет енді. Бірақ сонда да мен өзім Таразда қалдым ғой. Таразда біраз ойландым негіз. Бір айдай ма, екі айдай ма ойландым. Аны кетем, міне кетем. Бірақ жібермеді мен өзім іштей бір адам емес, мен просто өзім іштей жібермеді. Өйткені осы деңгейге дейін өзім командамен келдім, өзім тренерлермен келдім. Мысалы, осындай деңгейге жеткізді мен осы дәрежеге дейін. И сол себептен кеттім демеді мен шынымды айтайын. Өзім, мысалы, былай қарасаң, еркін күш, мысалы, Ақтөбеде, орда залдар кішкентай, қанша UFC-дің байыстар шықты, мықты байыстар бар, топовый байыс, даже Қазақстанда емес, әлемдік деңгейде мықтаны. Біздің балдар, негіз қазақтың балдары, шынымды айтайын, қазақтың балдары, біздің Европа болсын, или Америка болсын, соқта шығатын болса, біразын жаулап алады негіз. Просто бізде андай мүмкіндіктер болмады, шығып, барып не алатынша, төбелесетін, Америкада өнер көрсететін, даже біздің Есе қазақтар енді төбелескен кезде таза қанды, андай төбелестесе жанын беретін адамдар ғой негіз. Чечен, дагестанецтер болсын, андай бізде соперник көп таңдамайды қазақ балдар. Кімді береді, сонымен төбелеседі. Енді рухы биік, сондай мықты балдар көп. Сол үшін менде еркін күште балдар өздерінде дамып жатыр. Төбет топ темасынан балдар өздерінде дамып жатыр. Мысалы, Даниш ағайдың балдары, мысалы, Триумфайт өздерінде дамып жатыр барлығы. Ал Дартим өздерінде дамып жатыр бәрі. Енді Дартимда бар ғой, жан-жақтан келген балдар да бар, бірақ өздерінің клубтарында өздерінде дамып жатыр да. Мен де сол сияқты өзіміздің Гладиатордың атынан, Тараз атынан сөйтіп өзім дамытып, өзім жаңағыдай бір қойған мақсатыма жеттім келеді, Алла қаласа. Бізде де балдар бар. Қазір Брефта, уже претендентский бой. Брефта Рауан Бекболат. Алла қаласа. Қай салмақта? 66-ға. 61-де төбелесіп, Алашбайдың чемпионы болды, поясын қорғады. Енді Рауан мықты боец. Жақсы. Бірге спарринг жасаймыз. Прям андай. Енді зрелищный и жесткий боец. Сенің қазіргі основной спарринг партнерің ғой? Партнерім Рауан, Мұқағали, Қадыр,
Нұрқадыр деген балдар бар. Сосын короче балдар көп біздің залда. Мықты балдар көп. Күресетін стойкада Волчонок деген бала бар. Байзатбек аха, Дәулет бар. Мен Дәулет, Волчонок 66-70 килограмм балдар. Өзім весімдағы балдар. Күресетін. Нұрқадыр деген ол енді тяж 84 баласы. Равон 66, Мұқағали 61. Почти салмақтарымызға былай келеді негіз. Сол. Сосын жаңағы заруба дейміз ғой, бірақ Донченконың грэпплингі да жақсы. Пурпурный пояс мысалы бір жағына жолы, Қаныбек тоже Мишамен жеңді. Ол жақтан қалай? Сен Донченконың бойларын көрдің ба? Мен Донченконың бойларын көрдім. Қандай? Мен Донченконың прям бір ең мықты бір сопернигі кездескен Қаныбек деп ойлаймын негіз. Қаныбек қана мықты бой берді. Бірінші рет ұтылды, екінші рет ұтты. Сондай болған жоқ па? Иә, сондай болды. Бірақ енді соңғы ойында қылқындырып ұтпасады, мен байқамадым, қылқындырып ұттым. Иә, қылқындырды, по-моему, 5-ші или 4-ші раундта. Мен вроде 5 раунд решением судьи алды. Со спины он его задушил. Былай тоже қанды төбелес болды. Я была қандарын көрдім мен. Мощный төбелес болды. Можешь отметить у Донченко какие-нибудь плюсы или минусы? Вот что ты заметил, когда вот в этих боях? Плюстар. Мен предпоследний бойында көрдім. Енді ол кезде білмеймін, енді андай бір формада емес болып шықты походу, и бір легкий соперник. Ол кезде заболел. Хуже көрдім, ана бір соперникті бүйтіп, былай бір болел. Хуже. Под запись болған, не? Қаныбектің алдында. Қаныбектің алдында как раз Гасанов па, 77-те. Рамазан Гасанов. Шынтақпен дегенде, Донченко. Шынтақпен ба? Тидана құлады сосын. Бірінші раундта майтер, біреу Бекба, Ирак, біреу, короче. Все. Соны жеңіп салды. По-моему, в Узбекистане это было, да? Нет, под запись осы жерде болды. Все. Кім Рамазан, кіммен төбелесу керек жаңағы? Гасанов. Все, понял. Хамидов, Гасанов, Хамидов. Оранжевый постерчик был, найза. Қашан, 58 ба? Астананың баласы негізі кіммен төбелесу керек еді? Самандармен ол кезде. Шыға алмады. Сұрасам, не все, я төбелеспеймін дейді, мен, короче. Қанша 5 рет па сарабат сетіп кетті бойлар? Гасанов, Рамазанов, по-моему, 2 рет. И қазір, по-моему, 3-ші рет. Бола ма, болмай ма, пока белгісіз. Болайын деп жатыр. Өткенде Алашпатта көріп қалдым, балаларын алып келді. Сол кезде, что там самандармен төбелесесің ба, сен жоқ дейді, болды дейді, короче. Қол шықпаймын дей ма? Енді самандар білмеймін мен, кім қай жақтан не болып жатыр. Шафкатпен шығам деп отыр. Рамазан, Шафкатпен. Аха. Білмеймін, Шафкатпен қиын болады. Енді бәрі, мысалы, қарайсың да өзің бір жақсы формада жүрген кезде қарайсың да мен ұтып аламын дегенде өзіне уверенность болады. Ол жақсы, бірақ уверенность. Бірақ іске келген кезде сәл қиындау болады. Шафкатта әлемдік рейтингте 3-ші орында тұр. Қазір претендент пояс. Мәште уже Аллах қаласа, уже бір ай ма, декабрьдің 7-сі временный поясқа төбелеседі. Ну, пока белгісіз временный бола ма, болмай ма? Усман деп тұр. Усман қазір. Енді бәрі ондай дәрежеге жету үшін еще 18 бәрі досрочка. Даже ондай Хабибта да болмаған шығар, 18 досрочка. Ешкімде болмаған. Так бейт. Қазір енді ММА дамып жатыр, қазір мықты. Бірақ енді Шафкат бәрі уровень жоғары бала. Ол мінезді мықты, Шафкаттың өз характері де бар. До конца төбелесетін бала ғой. И постоянно өз досрочно бітіретін бала бәрін. Жекпе-жектерін бәрін. Гасановқа қиын болады, негізі Шафкат. Шанс бар ма Гасановта? Қалай ойлайсың? Шафкатқа қарсы 18 боец шықты, шанс бар деп ше. 18-дің бәрін досрочно жеңіп салды. Бірақ енді бәрі Аллахтың қалауы. Бірақ енді бәрі той жерде точно айтамаймын негізі. Ал енді Шафкаттың титулы туралы айтсақ. Мысалы қазір Билал болмаса, бірақ Билалмен шығатын болса, результат қандай болады деп ойлайсың? Результат Билалмен шығатын болса, результат енді Шафкат бәрі жас, қызуғанды.
Шавкат жеңеді негізі. 100% мен оған сенемін. Өйткені төбелестердің бәрін көріп қой, өзіне қатты сенімді, уверенный, ешқандай не жоқ. Даже эмоция да жоқ қой, не қылатын. Досрочно ма решениемен ба? Қиын болып тұр енді, шынымен қиын болып тұр. Енді қазір Белал өзі Хабибтің командасымен дайындалып жүр. Кішкене былай өзгеріс бар онда. Қазір өзгеріс бар. Өзінің дайындығында, жаңағыдай өзінің төбелесу тактикаларында уже кішкене өзгерістер бар. Хабибтің командасына келгелі бері. Хабибтің командасы мықты, олар бүкіл байыстардың бәрін зерттейді, қатты зерттейді. Барлығы олар примерно мен түсінген бойынша өзі бүкіл полный командаларының өзінің топ байыстары бар, жаңағы Беллатордың чемпиондары бар, нелері бар, бәрі отырып примерно бір байыстың жаңағы төбелестерін көреді, каждый бойларын көреді, и каждый бір әлсіз жерлерін іздейді олар. Қарап іздейді, и соған жұмыс істейді. И соперниктерді, мысалы, спаррингтерде соған построивать етіп дайындайды деп ойлаймын соларға. Бірақ Шавкатқа Белалмен оңай болмайды. Белал да бекерден чемпион болып отқан жоқ, ол да мықты. Бірақ Шавкат Алла қаласа сол UFC-дің поясын Қазақстанға алып келеді деген үміт бар. Иә. Бәріміз күтіп жатырмыз оны. Сол UFC Warriors'ың 70 килограммның чемпионы Амур Магомедов тоже ол Хабибтің командасының баласы ғой. Амур Магомедов, ана жолы. Амур Нурмагомедов неде UFC Warriors'та Алик Абдуллан. 70 килограмм тоже чемпион. Олардың командасы тоже. Беллатор 70 килограмм Мусман тоже. По-моему, тоже сабмишн болды, иә, сол жақта. Алик Абдулламен. Вроде решение болды сияқты, иә? Жоқ, досрочно. Үшінші раундтағы досрочно. Али, по-моему, бір удар ма, бір-екі удар өткізіп алды, жақсы өткізіп алды. Сосын күреске кірді да, сол уақытта. Енді Амурда стойкада да күресуде жақсы болып тұр ғой. Сол кезде де маған негізі ана кім тоже бір Хабибтің командасын біреумен тоже бой прилап еткен негізі. Сол кезде кейін что-то гонорарын кішкене азайтты, не қылды да. Бірақ соперник достойный соперник. Айтпақшы өткенде сен Қарағандыда сен салмағында бір жақсы жекпе-жек болған Найзада. Фани Рафиков пен Хейбати. Персидский Дагестанец. Көрдің ба сол бойда? Иә, көрдім. Қалай екен саған? Мен білмеймін, Дагестан, Персидский Дагестанец деген атыры білмеймін, енді ол бір бұған дейін сен Персидский Дагестанецті негізі көрдің ба, не бойларын көрдің ба? Көргем, Мұратбек Қасымбаймен көргем. Төбелесін аға. Сосын кіммен поясқа төбелесті, біздің Қашқа Даутбек Брандаумен жарым минутта ұйықтатып тастады да, кейін анамен төбелескен кезде 3 раунд па, 5 раунд па, қанша раунд? 5 раунд төбелесті. Соны көріп шок болдым негізі. Қалай болды жаңағы Брандауында. Содан кейін примерно уже содан да былай байқай беруге болады, негізі біздің Қазақстан байыстардың дәрежесімен жаңағыдай шетелдік байыстардың дәрежесі. Мысалы уровень жоғары болып тұр ғой. А я думал, ты скажешь Тамерлан Саралов мен Елжан Гасановтың жекпе-жегі. Енді ол Тамерлан Саралов пен Елжан Гасановтың бойында көрдім, маған ол бой қызық болды. Өйткені жаңа Саралов маған вызов тастап, төбелесейік деп жүрген, тренер маған жазып, давай осылай жаңағыдай бойды қыздыр жүрейік, мен саған былай жазам, былай істейік деп маған жіберіп, короче. И перепискалар жіберіп мағанша, давай осына сторисқа салып, отмечать етейін, сен де отмечать етші, анау-мынау. Раскрутка жасайық деді сол бойды. Қашан? Ана Даниладан кейін ба? Или бұған? Жоқ, осы жақында. Осы жақында чотам деп. Айттым, смело дедім, сен дайын болсаң, мен қалай отказ берем дедім, бұл жекпе-жекке. Смело төбелесем. Бірақ айттым, Найза лига, жаңа Нұрбек Қарабала, қызықтырса конкретно смело төбелесем дедім. Ол да енді жақсы бала. Ал Елжан Гасановпен екеуін төбелесін көрдім. Бірақ енді Гасанов кішкене бостау бала болып көрінді мағаншы. Кішкене бостау, әлі піспеген, сондай. Ал Сараловтың прям мощный болып тұр ғой. Сүйектері қатайып, нормально болып тұр. Ол бой претендентский болды, білесің ғой,
Ол претендентский болғанда білмейді екен ғой. Бірақ енді екеуі де айтты, қайсым жеңеміз, сол жаңа поясқа төбелесті. Сарылапов дайын тұр ғой. Қазір келесі защитаға мен шығам деген бала ғой. Ол енді Алла қаласа пояс табам, келе берсін смело. Как раз сендерде уже бір история бар дейсің ғой. Бар, история бар. Сосын бұл жерде айтқым келіп тұрған біздің Фанил Рафиков жаңағыдай. Қазақстан қазір звездасы болып отыр ғой қазір. Мен өзім сонымен де бір сынағым келіп тұр. Файналмен де төбелескім келіп жүр. Мен оны файналды шын айтайын, өзім любительскіде бір жекпе-жек төбелесіп жүрген кезде, сол кезде көрген, сол кезде төбелескім келген файналменші. Сол кезде былай өзім ойлап жүрген файналмен бір төбелесем ау. Неге? Бір стиль ұнады ма или стиль болғанда, стильде нормально төбелесе жақсы мықты болады, жақсы. Артық ештеңке айтпаймын ол туралы. Жақсы бала, мықты бала, жекпе-жегде мықты, жауынгер ретінде де мықты бала. Мен өзі былай өмірде спокойно жақсы бала сияқты негізі. Былай араласып көрмеген. Бірақ енді алдында біздің Қуат Найманға вызов, мен сол кезде бастайды ол Найманға вызов тастап жүрген негізі. Қуат Найман қазақ ММА-сының легендасы, ол да мықты бала, жақсы үлкен ағамыз ғой. Ол да ММА спортты дамытып жүрген бара жерде Қуат Найман. И сол кезде сол Найманға вызов тастап несеген, сол нәрсе қақып кетті менде ше. Ұнаған жоқ саған. Сол нәрсесі ұнаған жоқ. Бізде кіші болып үлкен өзіміз ағаларымызға бізде қазақта ондай приоритет деген нәрсе жоқ. Үлкен айтты ма, сыйлайсың. 1 жас 2 жас үлкен болсын да, аға деп сыйлайсың, сіз деп сөйлейсің. И сосын жарайды. Екен ол нәрсе ұмытылып кетті. Профқа келгеннен кейін ұмытылып кетті ол нәрсе. Сен жүрдің. Бір ретте қарасам уже кімді Дагестанцы жеңіп, уже кімге выстап. Дамир Исмагуловқа жерде. Дамир там типа номер 1 легкий вес Казахстанда депші. Типа давай выясним, кто там сильнейший легковес деп. Бияқта енді қарап отырсам Қазақстанда легковес екеуі емес қой деймін да. Дамир мен Фанил екеуі емес, бияқта біз барымыз. Қанша бойцтар жазып отыр, Олжас Есқараев жазып отыр. Артем Резников шықты, мен бармын деп. Бәрі шықты мысалы. Өзі қазір Қазақстанда бірінші орында тұрған, Резников ойын, по-моему. Қазақстан бойынша Резников бірінші. Резников. Fight Matrix рейтинг бойынша сол бірінші орында, по-моему. Одан бар Дамир. Жоқ, сосын Қазақстан бойынша Фанил, өйткені Дамир Исмагулов Ресейдің рейтингінде. Жоқ, ол мировой рейтингта қалай болып тұр сонда? Мировой рейтинг Fight Matrix'та. Ол Ислам Ахачтан басталды біздің салмақта. Әлем бойынша, по-моему, Дамир кімнен? Фанилдан сонда? Жоқ, жоғары тұр. Онда, значит, бірінші Артем, сосын Дамир, сосын Фанил. Фанил мүмкін. Енді сол жекпе-жек Фанил мен Дамир Исмагуловқа қарсы қалай сені, он вообще тебе интересен, как для зрителя, как для фаната ММА? Мен білмеймін, айта алмаймын бұл. Просто біреу, мысалы, Дамир Исмагулов, ол UFC-дің топы болды, 15-ке кірді үздігіне. Қазір Фанил Рафиков, ол былай айтқанда қазір на подъеме. На подъеме. Каким-то жоба. Нариман Аббасов тұтты, поезд алды, кімді персидский дагестанецті ұтты, Найзаның бывший чемпионы, и как бы тоже такой громкий получился бы. Громкий болғанда бұл кезде Дамир Исмагуловтың өзі айтып отыр ғой, бір жақсы сөз айтты өзі. Өзіміздің ішімізде там отношения выяснять етпей, шетелдік лигаларда төбелесіп, солардың поястарын алып білейік, өзіңді солай көрсетті. Өзінің бір инстаграмда бір жазған сөздері бар, негізі орысша солай грамотно жазған. Дамирмен келсем не сол сөзіне ше. Егер шынымен өзі мықтымын есептейтін болса, шетелдік лигаларда көрсетсін, өзін мықты екен. Жаңағыдай шетелдің поястарын алып келсін. Солай дәлелдесін. Былай өзіміздің ішкі арада Қазақстан ішінде бір-бірімізден төбелесіп, там қалай айтады, выяснять отношения, кто под землей резко украсить ма, сол сияқты. Лучше төбелесіп кетсе мықты болса, шетелдік лигаларда төбелесін. Қанша лигалар бар ғой, мықты. Солардың поясын алып келсін. Бірақ жекпе-жек болып жатса, мысалы, сіздің ойыңызша фаворит кім? Фаворит. Бұл жерде де айту қиын шынымен. 50/50. Дамир стойкада барады, Фанил күресуі мүмкін. Фанилдің өзі негізі стойканы баятсы бақылды ше. Фанилдің базасы бокс?
бокс бірақ ол фанил Дамирмен күреспейді 100% күреспейді. Олар еще бір командада бірге болды ғой, Дартимда. Дартимда бірге болды кезінде. Иә, кезінде болды бірге. Тем более бір команда болған адам ойды вызов тастап там. Енді ол может төбелесетін ой жоқ, айшын хайповать еткісі келіп отқан шығар, атын шықпаса жер өрте дейді ғой. Примерно сондай болып отыр деп өзім ойлаймын. Так мен білмеймін, Дамир төбелесетін болса, ол смело деп тұр, төбелесем деп тұр, бірақ найзада. Иә. Дайын деп тұр ғой. Даймын деп тұр ма? Тек қана контракт чек. Контракт чек сол ғой. Онда ақша төлей алатын болса Дамирге. Сосын Дамир оны боксқа шақырды ғой. Боксқа. Аха, декабрьда бокс болады. All Star деген кімдер наймандар төбелесіп жүрген. Иә. Енді бокста ол кезде болатын шығар, енді жаңағыдай Шарифтің жаңағы найман сияқты дружеский бокста. Хайповать еді. Иә. Енді Қуат Хамитов айтып отыр ғой, қазір екінші бой ұйымдастырайын деп жатыр да, кіммен? Нұрберген Шарифовпен. Енді Нұрберген пәтер қояйын деп жатыр. Серьезно, азар қарып кеттің. Сол жекпе-жекті көрдің ба сен? Көрдім ғой, иә. Аха, қалай екен саған? Екі ММА жауынгер бокстасқан кезде. Жақсы, бірақ Найман конкретно шықты бокста. Серьезно, жақсы бокстасты деп ойлаймын негізі. Найман, иә. Почему-то мен сол бойды қараған кезде, как будто менің көзімше Нұрберген жеңді деп, былай, я подумал. Нұрберген жеңгенде енді берде қалай айтсам болады, гематома қарайды. Иә, просто уронды қарасаң, Найманның беті былай тап-таза болған. Иә, Нұрберген деп кәдім. Найман өзіне жақсы қарайды, ол фото жасасаң. Иә. Шынды айтсам, маған прям қатты ұнаған жоқ, өйткені там кәдімгі боксты қарасаң, сосын ММА-шілер бокстасқан кезде әртүрлі ғой, совсем по-другому. Мысалы, бокста UFC-дің байыстарында бокстасы жүр. Иә. Нгану, Конор бокстасты. Иә. Бірақ енді ММА-дің байыстары боксқа барған, енді білмеймін, бокста. Прям боксер болып бокстасу қиын шығар енді ММА-шік бокста. Өйткені Нгану Джошуа ұйықтап жатыр жестко. Иә. Ал кімді? Тайрон Вудли деген бар еді. Иә. Топ боец еді ғой UFC-де, 77-те. Иә. Чемпион болды. Алдыда болмайтын блогер, боксердан. Иә. Ұйықтап жатыр тоже. Бірақ сол жекпе-жекте бар ғой. Вудли, во-первых, күресші ғой. Борец, иә, борец. И, по-моему, 77-те емес, басқа бір салмақта төбелесті. Жоғары салмақта. Иә, сәл жоғарырақ. Жасы келген еще. Джек Пол ма? Джек Пол. Сон салмағын төбелескен шығар. Өз күшін не думал вообще себя попробовать в боксе? Мен ба? Иә. Мен бокста білмеймін, бірақ бокстасып көргем негізі боксерлар емес. Аха. Нормально, кішкене келеді. Аха. Бокстасып, енді прям андай топ боксерлармен білмеймін, қиын болады сияқты. Өйткені оларға қарағанда мен кішкене жай қимылдаймын. Тек қана бір ударға сеніп қалмасаң. Тем более боксер ударлар жақсы көтереді, өткізеді деген сияқты. Иә. Бокста қиын болады жар. Білмеймін, атак былай жаңағыдай ММА-шіктермен бокстасуға болады, ММА-шіктермен бокстасуға. Но не с профи-боксерами, да? Иә, профи-боксермен кішкене қиындау, ол үшін біраз дайындық керек жар. Біз ол кезде бардық қой All Starsқа. И, шыны керек, адам жиналмады, и ондай бір атмосфера болмады. То есть там бой идет, как бы они друг друга бьют, но толпа молчит. Тишина болды да. Из-за этого она бір эмоция болған жоқ. Честно говоря, скучно болды реально. Даже если на арене сидишь, все равно не так казалось. Я сондай момент негізі любой жарыстарда, сондай турнирларда болады, сондай кейде барасың. Адамдар шуламайды. Или бой скучный бойлар болма, прям андай зрелищный бойлар болмағаннан кейін кейде барасың, өзіңде андай жалқы көдесі қарап отырып. Негізі сені қуаттандыра ма бойдың кезінде адамдар былай шулап? Мен бойға шықпай жатқан, мен уже бойға шықпай жатқан еді уже андай серьезный настрой болып тұрады. Прям өз-өзін саймай тұрам. Клетқа кірген кезде уже болды. Бүкіл нәрсені бәрін ұмытам. Тек қана соперник болды. Удосрочит, короче. Жекпе-жек. Тек қана төбелесу, жақсы бой көрсетті сол ойдың бәрі. Сосын мен кеше Тамерлан Сарлаповпен сөйлестім, комментарий алдым сіздің жекпе-жегіңіз туралы. Ол айтады, либо Дончика сабмишнмен ұтады, либо сіз типа нокаутпен.
сонысы қызық та, типа Тонченко сабмишн деп жатыр да, нокаут емес. Прикольно. Интересный момент. Мен біліп тұру, значит, ол Тонченко күреседі. Бірақ мен одан бір күресінен или грэплингнан бір нәрсесіне уайымда бүйтіп қорқып тұрған жоқ. Өзімде бір көзімде бір от болып тұр ғой, короче, именно осы бойға прям заряжен болып тұрмын. Қазір бір сұрақ тағы, менде тағы бір сұрақ бар. Бойдан тыс, мысалы, қара, сен, ты живешь на деньги из гонораров, или же ты еще где-то параллельно работаешь, или что ты делаешь для того, чтобы, ну, как бы зарабатывать деньги? Шынымды айтсам, менде жекпе-жек таза төбелес. Так, жұмыс, ондай нәрсе жоқ. Енді өзім ағаларым бар, спортсмен болғасын өзім қолдап жүреді, поддержать етіп жүреді. Ануар деген ағам бар. Сол 2019-да спортқа келген кезде, сол кезден бастап өз інісінде көріп, әрдайым қолдап, тек қана мен финанс жағынан емес, барлық өзінің ақылын айтып, жаңағыдай сол кісіні үлгі алып, сол кісі біраз нәрселерді дұрысынан түсіндіріп айтады маған. Сол кісі көмектесіп тұрады, және де басқа да ағалар бар, поддержать етіп тұратын. Енді прям андай бір спонсор деп те айта алмайын, біраз адамдар. Енді бой кезде көмектесіп жүреді, сондай. Абдулахат деген өзіміздің бауырымыз бар, ол кісі жақсы көмектесіп тұрады ол да. И тебе всего этого хватает для того, чтобы, ну, там, жить спокойно? Аллаға шүкір. Семьяң бар ма? Семьям бар, семьям бар. Қанша балаң? Бір ұлым бар. Бір ұлым. Қалай екен, ты хочешь, чтобы твой сын тоже занимался ММА, тоже продолжал в спорте? Всегда будет такой вопрос для мужчин. Вот, допустим, у Абдулманапа Нурмагомедова, там, грубо говоря, у Хабиба не было выбора. Он как бы приходил в зал, с 3 лет тренировался, боролся с медведями, да? Ты хотел бы такой же путь для своего сына? Енді балам қазірдің өзінде өзінің бір икемдері бар, негізі спортқа деген, төбелеске деген, білмеймін, қан жермейді ғой, по-любому. Әкемде сондай болған шығар деп ойлаймын, әкемде өзім мықты болған, негізі көз тірісінде. Өзі спортивный телосложениеде болған, тракторист болған, қолдары дәу болған әкемші. Тракторды, короче, өзіне қып жөндеп, ары-бері темірлерін. Сол кісінің қаны өзімде де кішкене төбелеске жақын. И ұлым да қазір мен жекпе-жектерім көреді, екіде папа айтты, короче, бой сен жасап теуіп, короче, сондай төбелес. Білмеймін, Алла қаласа, пока ондай ойлаған емес, балам спортқа берем, или именно ММА-ға берем, төбелеске берем деп. Мен өзім мақсатым баламды өссе, еркін күреске или дзюдоға сондайға беріп, сондай бір олимпийский чемпион, сондай өзім мақсат негізі. Бала болған соң, ұлдарым бәрін спортқа беремін. Спорт адамды қалай айтсам болады, бір еркектік мінез, сондай шындайды да, балам характер, дисциплина дейді, сондай тәртіпке тәрбиелейді. Спортта жүріп адам жақсы достар табады ояқта, үлкендерді сыйлап үйренеді, сондай. И білім жағынан дамыту олар. Жақсы. Сосын бір сұрайын деген, мына жердегі татуировкаңыз туралы айтып бересіз ба? Татуировка. Кстати, точно. Мен татуировканы кетіріп отырмын қазір. Мен 1-2 сеанс қалдым кетуге. Бұны мектеп 11-ші класс оқып жүрген. Сол кезде достарымыздың бәріміз отырып, арамызда художник бала бар еді. Сол өзіне салып алған, өзі салған, короче, өз-өзіне. Сен соны көріп, ана шомылуға, бассейнге барып көресің, қызығып. Сөйтіп айтып, бізге де сап берсей деп. Негізінен ана гризли бар, аюшаны, жабы аю бар ғой. Аха. Сол денені бит жыртып шығып кетқан салып деген ескі өлшек. Сонымен сонда ой болған, сөйтіп ойланып жүрмін, или қасқыр, или арқама бір ою дракон ба бір нәрсе салып. Сосын ойлап жүріп сөйтіп айттым, қолыма сап көрінішті. Сонда 6 бала, 6-ымызда сөрде отырып салдырып алдық, короче, бәріміз. Бірдей. Жоқ, татуировкамыз бірдей емес. Біреу арқасына ою салдырып алды, біреу көкірегіне қасқыр салып алды, біреу қолына ою салдырды, екі қолына. И мен де қолыма салдырып алдым соны. Қолда ою өрнек па, бірдеме? Жоқ, пышақ, қасқыр, сондай. Сосын атаның не деп? Балалық
үйге келгеніңізде ата-анам көрді ма? Көрді, мен мақтанып келдім ғой үйге. Қараңда татуировка салдырып алдым деймін ғой, ишанда дейді. Салған свежий болып тұр, қаны розовый болып тұр, прям мощный болып тұр. Өзі қайта қарай беремін ғой, үй кеп көрсетіп, несен сонымен таяқ жеген соң жоқ. Татуировка сен қуасың ба деп мамка салмады деді. Сосын братаным шықты. Ағам, туған ағам бар. Сол нормально таяқ жеп алдым, бір күн таяқ жедім. Сөйтіп жүріп, кейін басында қызық болды. Кейін уже көшеде жүрсем өзім ұяла бастадым. Футбол кисем көрініп тұрады жарысы. Ұялып уже адамдар басқаша ойлай бастайды. Дұрыс емес көзқараста болады. Андай көпшілік общественный местада жүрсең уже елдер басқаша қарайды. Мынау сотталып шыққан ба, бір нәрсе ма деп сондай деп. Сөйтіп ойлайды. Содан кейін барып өзім ұялдым. Кейін уже үйреніп кетті. Жай. Енді қазір кетіріп отырмын бәрін полно. Уже бір-екі сеанс кетеді. Қазір де көрінбейді сәл-сәл. Сондай. Ну что, я думаю, у нас получился хороший подкаст. Соңында бір донченкаға бір обращениең бар ма? Донченко жақсы дайындықпен кел. Алла қаласа зрелищный жекпе-жек көрсетейік. Бүкіл Қазақстан фанаттар күтіп отыр. Осы жекпе-жекті. Жақсы дайындықпен келсін. Рустем, сұхбатына рахмет. Желаем тебе удачи в своей подготовке, в бою. Уважаемые зрители, билеты на этот турнир, который будет в Алмате, будет в шапке, не в шапке, а в описании этого видео. Приходите, болейте. Также, если вы не можете приехать в город Алматы, у нас всегда есть сайт, где вы сможете приобрести подписку и смотреть этот турнир в прямой трансляции. Всем большое спасибо. Рахмет баршаңызға. Сосын көрермендерге айтып кетерім. Қолдаңыздар, подписка жасаңыздар, және де билеттер сатып алыңыздар. Менің атымнан сатып алыңыздар билеттерді. Мені қолдауға келіңіздер, Алла қаласа. Өте мықты, нағыз жекпе-жекті сол кезде көресіздер. 23 қараша Алматы арена. Сіздер күтеміз. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз.